Турбозаврлар. Төтенше жағдай. До, қанекей. Анки, сенің кезегің. Ештеңе етпейді, келесі жолы жолың болады. Жарысқа дейін мені жібермей қойдыңдар ғой. Әйтпесе мен бар ғой, алысқа шорайым. Соны айтам. Әзірге до алда, ең алысқа секірген сол ғана. Әрі әдемі. Енді сенің кезегің, Трак. Трак, қайда кеттің? Секірмейсің бе? Трак жақсы секіру үшін, Трак жақсылап жүгіру керек. Қане, алыс тұрғандарың жөн, қауіпсіздік үшін. Қазір бір нәрсе болады ау. Бұл рекорд. Трак, жарақаттанып қалмадың ба? Бәрі дұрыс. Тек бір рет қана жарақаттанғам. Оның өзі бұрында, бала кезде. Керемет секірдің, Трак. Ұшқан кезде птеродактилге ұқсап кеттің. Жарыс керемет етті. Бәрі бітті, бәрі құрыды. Медальоныңды қайда жоғалтуың мүмкін, есіңе түсіріп көрші. Білмейм. Таңертең ғана орында тұрған. Жағдай қиын. Достардың көмегі қажет. Зер, Петя мен Катяны шақыр. Ал біз іздеуді жалғастыра берейік. Тор, Анки, ұйықтамаңдар. До, алаңқайдың анау шетін қарап кел. Трак, саған жоғарыдан бәрі анық көрінетін шығар. Қарап тұрмай ізде. Петя, Катя, сұмдық жайт. Төтенше жағдай орын алды. Трак медальонын жоғалтып алды. Бәрі бітті. Онда тұрған не бар? Сол да сөз болып па? Мен шаш қысырғыштарымды, пантиктерімді, танымоншақтарымды жиі жоғалтам. Соны айтам. Оған жаңа медальон жасап бере саламыз. Жағдай сені ойлағандай оңай емес. Тезірек ізімнен еріңдер. Біздің медальондар базаны ашатын жай ғана кілт емес. Медальоны жоқ болса, ішке кіре алмайды. Ал Трак өз медальонын жоғалтып алды. Бәрі бітті. Ішке кіре алмайды деген қалай сонда? Түсінбедім. Трак, көрсетші. Бірақ түнде оны мұнда жападан жалғыз қалдырып кете алмаймыз ғой. Досты қиын кезде қалдырып кетпейміз. Оған қоса, оны адамдар көріп қою мүмкін. Кез келген қиындықтың шешімі болады. Бір жоспарым бар. Сендер қайта беріңдер, ал біз Тракты жасыра тұрамыз. Таңертең бір нәрсе ойластырамыз. Ауыртпай ма? Тастар, құрғақ бұтақтар, шыбықтар, орманда не бар, соның бәрі керек. Турбозаврлар алға! Бәрі дайын. Трак, анау ағаштың асын отыр. Істі бастайық. Бір жасайық, бір төбесіне бір қояйық. Енді үйлеріңе қайтыңдар. Не істеу керегін ертең ойластырамыз. Трак, тыныш отыр, жарай ма? Таңды атты. Бір нәрсе ойластырдың ба? Жоға, сен ше? Мен де. Енді қайттық.
Ештен кеш жақсы деп, әже дұрыс айта. Бірақ қайдан? Оны қайдан таптыңдар? Оны іздемеген жеріміз жоқ. Сөйтсек, оны Иполит тауып алып, сөмкесіне салып, үйге алып кетіпті. Мә саған, Трак қайда? Трак! Мінеки, ұста, енді жоғалтпа. Рахмет сендерге достар. Сендер болмасаңдар дәл осылай рахаттан ұйықтамас ем. Турбозаврлар. Емдік өсімдік. Бұлай ше, Бұлай ше? егер бұлай болса ше. Қап, енді оны қалай аламыз? Қалақай шағат. Әже, бұл жаман қалақайды қашан шауып тастаймыз? Ол жаман емес. Қалақай ең пайдалы, емдік өсімдіктердің бірі. Мә саған. Сонымен қатар қалақайдан көптеген дәмді тағамдар жасауға болады. Сорпалар, салаттар. Қалақай салатын жегім келіп кетті. Салат жасап беремін. Дүкенге барып келейін. Оған дейін балмұздақ жей тұрыңдар. Бірақ көп жемеңдер, тамақтарың ауырып қалар. Қалақай! Балмұздаққа қалақай сеуіп жесек қалай? Пайдалы ғой. Ал, Ханекей, әже жоқ кезде азырақ дәмін көрейік, е? Ал сендер қолдарыңды жудыңдар ма? Не? Балмұздақты асықпай жеу керек. Әйтпесе тамақтарың ауырып қалады. Қойсаңдаршы. Балмұздақ қойырдер. Ой! Мұнда не болып жатыр? Балмұздақтың дәмін көріп едік. Кішкентай бала бір шелек балмұздақ жеп қойыпты. Сөйтіп ауырып қалды. Менің құйрығым қалтырап бара жатыр. Апша! Әнеге, мен сендерді ескерттім ғой. Енді Иполит екеуің ауырып қалдыңдар. Көмекке біреуді шақырып келейік. Ал сен, бір жағдай болса, дереу көрпе жамылып ал. Ал біз оның аяғын не істейміз? Көрініп қалды ғой. Аяғыма қолдарының ұшында тигізбеңдер. Апша! Балапаным, саған бал қосылған шай алып келдім. Көзілдіргім қайда өзі? Онсыз еш нәрсе көрмеймін. Баланың аяғы мұздақ қалды ғой. Тіпті көгеріп кетіпті. Бір аяқ, екі аяқ, үш аяқ, төрт аяқ. Мүмкін емес. Бір аяқ, екі аяқ. Уф, көзге не болса сол елестей береді екен ау. Тезірек жазылып кете ғой. Ыржия берме. Тоқта, түсінбедім. Сонда сендер бір шелек балмұздақ жеп ауырып қалды дейсіңдер ме? Егер зер ауырып қалса, ол ұша алмай қалады. Ой, мұны әжем көріп қойса, не болмақ? Тезірек үйге барайық. Турбозаврлар, алға! Маған ауырған ұнап қалды. Бәрі саған қамқор болып, уайымдайды. Тағы бір аптадай ауыра тұрамын ғой деймін.
Демек сен осылай ауырып жатыр екенсің ғой. Иә досым, қатты ауырып тұрмын. Бәрі түсінікті. Зеруге жедел жәрдем шақырту керек. Солда сөз баппа, қазір. Әй, не ойлағандарың бар? Мені қайда апара жатырсыңдар? Миллион жыл бұрын айдаһарлар қалақайды емдік өсімдік ретінде пайдаланған. Барлық ауруға ем дейтін еді. Қайдағы қалақай? Жоқ! Көрдіңдер ме? Айттым ғой. Ауруы жазылып кетті. Ауру аяқ асты жазылып кетті. Табылды. Көзілдіргім табылды. Мінекей, енді бәрін анық көріп тұрмын. Ой, Ауру айдаһарды мазақ етуге болмайды. Турбозаврлар. Зерге арналған үйшік. Балалар, Степан атаға барып келіңдерші. Көмек керек бекен сұрап келіңдер. Таңертеңнен бері бір нәрсені тарсылдатып кесіп жатыр. жарайды әже, қазір-ақ барамыз. Ой, не істеп жатырсыз? Пайдаланбайтын көне қораны бұзып жатырым. Азғантай қалды. Біз де көмектесейік. Рахмет. Кейінірек тақтайларды жинауға көмектесесіңдер. Ой. Ой, Мінеки, мұның орнына жаңадан гүл отырғызуға болады. Айтпақшы, құстар демекші, қазір сендерге бір нәрсе көрсетем. Бұл құстың үйшігі. Құстарға арналған ағаш үй. мәссаған. Құсқа үйшік жасап, іліп қою керек. Құстарға жасалған қамқорлық емес пе? Мәссаған. Кейін құстар адамдарды түрімен ғана емес, әдемі даусымен де сайрап қуантады. Шыр-шыр етіп. Әжелерің мен шайға шақырып еді ғой. Тақтайларды кейінірек жинармын. Ал құстың үйшігін сендерге сыйлайым. Қалаған жерлер келіп қойыңдар. Көп рахмет. Степан ата, алаңдамаңыз. Тақтайларды өзіміз жинай аламыз. Жүр, мұны турбозаврларға көрсетейік. Тақтайлар ше? Қайтып келген соң жинаймыз. Кеш батқанша уақыт бар. Пошта жәшігі. Бұл құстың үйшігі. Құстарға арналған ия. Керемет үйшік екен. Негізі мен де құс сияқтымын ғой. Маған да үйшік керек. Қане, Зерге де үйшік жасап берейік. Жақсы ой екен. Оны неден жасаймыз? Айналадан ешбір кірпіш көріп тұрған жоқпын. Кірпіш таба алмаймыз. Бірақ тақтайлар көп. Тек оларды алып кету керек. Степан атаның үйінде толып жатыр. Турбозаврлар, алға! Қап, жап-жақсы суретті білдірдің. Мен бе суретті бүлдірдім бе? Білдірдің бе? Безендірді дедім. Степан ата, қораның орнына гүл отырғызсам деген. Қазір-ақ тындырамыз.
До, қалып қойма. Осылай соңына дейін барамыз. Турбозаврлар, алға! Рак, абайла. Мұқият бол. Үйді досың арнап салып жатырсың ғой. Степан ата, мұндай үйлерді құстар әдемі даусымен қуантсын деп, оларға арнайы жасап қояды деген еді. Мен онсыз да бәрін қуантамын ғой. Бірақ ән шырқап көрмеппін. Зер, қойшы. Не, түкте ұнамады ма, Буль? Одан да көкек десеңші, көкек сияқты. Ол үшін әнші болу қажет емес. Көкек, 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 көкек. Балақайлар ау, жарайсыңдар. Көкек, көкек, көкек. Қараңдар, сағат тура 3 болды. Уақытпен жүретін көкек екен, Турбозаврлар. Қашқын. Бірақ бүгін соңғы көрсетілім. Ол мультикті сен де көргің келіп еді ғой, Катя. Жоқ, Петя, киноға бармаймыз. Неге, Катя? Мынау үшін. Оны жалғыз қалдырып кете алмаймыз. Бәріңе сәлем. Достар, мұнда не істеп отырсыңдар? Біз сендерді күттік. Әже тіс дәрігеріне кетті. Бізге Ипполитке қараңдар деді. Сол үшін осында болуымыз керек. Оған көңіл аударма. Киноға барсам деп армандап жүрген. Енді бір тыйып, бәріне ренжіп отыр. Орындарыңа басқа біреуді қоюға болмай ма? Кімді? Мысалы, мен балақайды танимын. Маған үйреніп қалған. Онда бірнеше сағат біздің орнымызға қала тұршы, жарай ма? Біраз уақыттан кейін келеміз. Ипполит. Ипполит. Не болып қалды? Не шақтай? Балалар, жасырынбасаңдар да болады, ренжімеймін. Доптарыңды алыңдар. Ипполит. Мұның не? Сені көріп қою мүмкін ғой. Оны қадағалай алмай қалдым. Ол жоғалып кетті. Не дейсіз? Тек байбалам салма. До, басқа турбозаврларды көмекке шақыр. Ипполит алысқа кете қойған жоқ. Еш жерде жоқ. Үйге жасырынып қалған шығар, Ол жақта жоқ. Барлық жерді қарап шықтық. Қайда кетіп қалуы мүмкін? Ипполит Норма әпкемен бірге көлікке отырып кетіп қалды. Ай, сені ме, Ипполит? Оларды қуып жетеміз. Әпкемнің қайда бара жатқанын да білмейміз ғой. Онда бізге бөліну керек. Рак, сен мұндай кезде бізге көмектесе алмайсың. Сондықтан орманға қайт. Ең қызықтының бәрі менсіз өтеді. Сен де осында қал. Біз Ипполитті тапқанша әже келіп қалуы мүмкін. Иә. Турбозаврлар, алға!
Мұның не Тор? Жол жабық. Ол бұл жерден өте алмас еді. Қабая, енді дөңгелекті ауыстыруға тура келеді. Қараш, Анки. Анау біз іздеп жүрген көлік емес пе? Ипполит отырған көлікті жеткізген кезде олар қуанатын болды ау. Сәлем. Ал біз Ипполит отырған көлікті таптық. Ой. Көлікті орнына апарып қоюға тура келеді. Сөйтіп, желі шыққан дөңгелегін ауыстыра салыңдар. Иә, дөңгелегін ауыстыруым керек. Ой, енді қажет емес. Алло, көлігім дұрбап кетті. Ой, қайтарып әкеліп берді. Тіпті дөңгелегі де бүт-бүтін. Ғажайып деп осыны. Турбозаврлар. Құпия құрылысшылар. 15, 16, 17. Катя, балалар қалашығына барып қайтайық па? Жаңа әткеншек қойған шығар. Ай, қайдам. Бірақ ол жерге бармағалы біраз болды ғой. Кеттік. Қане кей. Жақсы. Ал керек болса, жабық. Міне саған, Петя, жаңа әткеншек. Қане кей. Төбешік, әткеншектер. Біз үлкейдік қой. Ал балақайлар қайда ойнайды? Петя, қалайда көмектесуіміз керек. Бір нәрсе ойлап табармыз. Балалар қалашығын әлде бір жол үшін жауып тастады. Сонда балалар қайда ойнайды? Ха? Біреумен байланысқа шығу керек. Дұрыс айтасың. Бұл, сэр, бұл Петя. Мені естіп тұрсыңдар ма? Жауап беріңдер. Қызық, рацияны қалай қолдану керектігін оларға көрсеткен сияқты едім. Маған берш көрейін. Тор, Трак, жауап беріңдер. Ренжіме, бүгін сенің жолың бола қоймады, Анки. Әлі ұтып кетем. Рация қайда? Кім біледі? Бұтақта ілініп тұрады. Пол, Анки, бізге көмектерің керек. Қайырлы күн. Сөйлеп тұрған Бұл. Даусымды естіп тұрсыңдар ма? Кім бар? Бұл, жауап берді ау. Тезірек келіңдер, көмектерің қажет.
Турбозаврлар, алға! Iya, тапсырма күрделі екен. Бірақ әр қиындықтың шешімі бар дегендей. Сөргіштерді, экскаваторларды бәрін көміп тастайық. Бар еді, енді жоқ. Бір ой бар. Жер асты жолын салайық. Жер асты жолы? Қалай? Мінекей, Анки мен Трак ойын құрылымдарын мына жерге көшіреді. Бол мен Тор орғазат. Жоғарғы жағына Трак бетоннан жабу жабады. Сосын Трак пен Анки бәрін өз орнына қояды. Ал мен не істейм? До, сен құрылыс алаңын шаммен жарықтандырып тұрасың. Менің шамымның күші жетпейді. Ендеше іске кірісейік. Турбозаврлар, алға! Рак, бүгін сен нағыз батыр болдың. Мынаны қайда қоямыз? Менде бір ой бар. Анки, Тор, Трак, іске кіріс. Тамаша жұмыс бітірдік, достар. Алақай! Тынышталыңдар. Қайтатын уақыт болды. Кеше түнде құрылысшылардың белгісіз бригадасы балалар қалашығының астына жер асты жолын Бул, салып кетіпті. сен бісің, Жоғары тыңда. деңгейдегі мамандар жұмысы. Бастысы, балалар қалашығын сақтап қалыпты. Айтпақшы, қалашық бұрынғыдан да жақсара түскен. Рахмет сендерге, бейтаныс достар. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2021 жыл.